5 нәрседен бұрын 5 нәрсенің қадірін біл. Қарттық жетпей тұрып жас шағыңның, ауырмай тұрып денсаулығыңның, кедейлікке душар болмай тұрып байлығыңның, және жұмыс басты болмай тұрып бос уақыттың, ажалың келмей тұрып тіршілігіңнің қадірін біл. Ибн Аббас пен Амр ибн Маймуннан радиаллаху анха жеткен хадис. Ассаламу алейкум достар, бүгін жастық шақтың қадірі атты хадис және хадиске түсіндірме айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып достарыңызбен бөлісіп пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Хадисте адам баласы көбіне көп қадірін біле бермейтін 5 нығмет жайлы айтылуда. Көп жағдайда осынау баға жетпес нығметтердің қадірін олардан бір жолата айырылып қалғаннан кейін ғана түсініп, санымызды соғып жатамыз. Алайда болар іс болғаннан соң бекерге ұрып өкінгеннің пайда бермесі анық. Міне сол себепті Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бізді осынау нығметтердің қадірін дер кезінде біліп, оларды орынды пайдалануға шақыруда. Аталмыш нығметтердің бірі һәм бірегейі адам ғұмырының ең қызықты әрі көзді ашып жұмғанша өте шығатын ең қысқа кезеңі жастық дәурен. Бұл нығметтің қадірін бәрінен де асарын асап, жасарын жасаған егде жастағы адамдар мен қарттар жақсы біледі. Кәріліктің емі жоқ. Алла ғұмыр берсе, бүгінгі жастар ертең ақ еңкейген қартқа айналады. Сонда олар да кезінде біз де жас болған едік шіркін. Ол да бір дәурен екен-ау деп қайрылмасқа кеткен дәуренді еске алады. Баяғыда сондай дәурені өткен бір араб шайыры шіркін жастық шағым қайта келсе ғой, мен оған қарттықтың маған не істеген айтып берер едім деген екен. Қазақтың ақиқ ақыны Мұқағали да жастық ғұмырын аңсап, ей менің нұрлы ғұмырым, жастығым мөлдір тұнығым, ей менің қыздай қылығым, төгіліп жібек тұлымың, бойыңды басып бұрымың, қай жерде жүрсің құлыным деп жырлаған. Алайда пенде қанша өкінгенмен жаратылыс пен өмір заңы өзгермейді. Ендеше нағыз мұсылман жастықтың желігімен ғапылдыққа бой алдырмай, бұл өмірге не үшін келгенін, не істеу керектігін жан тәнімен түйсініп, соған қарай әрекет етуі керек. Әсілі адам өмірінің алдағы уақытта қандай арнамен ағатыны негізінен жастық шаққа байланысты. Жас кезінде арзан ойын күлкіге салынбай, бар қабілеті мен күш қуатын пайдалы ілім алу, игілікті іс істеу һәм Раббысына құлшылық ету жолында жұмсаса, ондай жанның келешегі жарқын болмақ. Тақырыбымызға арқау болған осы хадиспен мағыналас тағы бір хадисінде 7 түрлі кедергіге кездеспей тұрып, мейлінше көп игі істер істеуге асығыңдар. Әлде сендер естен тандырар кедейлікті, азғындыққа бастайтын байлықты, берекені қашырар ауру сырқауды, алжастырар кәрілікті, аяқ астынан келетін ажалды, ғайыптан келетіндердің ең жаманы тажалды, не болмаса қиямет қайымның орнауын күтесіңдер ме деген екен. Қарап тұрсақ, бұл хадисте де кедейліктен бұрынғы мал дүниенің, адамның берекесін кетіретін аурудан бұрынғы денсаулықтың, адамды алжастырар кәріліктен бұрынғы жастық шақтың, өлімнен бұрынғы өмірдің қадірін біліп, осынау нығметтерді барынша тиімді пайдаланып, көптеген игі істер істеп, мол сауап жинау керектігіне баса назар аударылуда. Ендеше осы нәтижеге қол жеткізуде қажыры мен қайраты мол албырт шақтың маңызы ала бөтен. Өйткені жас кезде ауру сырқау, алжасу, байлықтың буына мас болу, кедейлік және өлім сынды кедергілерге кезігу қаупі қаусаған қарттық шаққа қарағанда әлде қайда аз екені белгілі. Жастық дәуренмен бірге денсаулық та, күш қуат та, талап пен жігер де келмеске кетіп, онымен бірге өзге нығметтер де қол жетпес арманға айналады. Міне жастық шақтың қандай үлкен нығмет екенін осыдан ақ аңғаруға болады. Судың да сұрауы бар демекші, о дүниеде Алланың алдына барғанда осынау нығметтерден сұралатынымыз тағы бар. Осыған орай Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қиямет күні бірде-бір пенде 4 нәрседен сұралмайынша аяғын аттап баса алмайды. Өмірін қалай өткізгендігі, жастық шағын қалай тиімді пайдаланғаны, дүниесін қалай тауып, қайда жұмсағандығы, және ілімін қалай қолданғандығы жайында сұралмайынша аяғын қарс жерге аттап баса алмайды деп ескерткен. Әсілі ақыреттің қамын осы дүниеде жасауымыз керек. Бұл дүниеде
не ексек, о дүниеде соны орамыз. Бұл дүние жалған болғанымен ақыреттегі шын өмірдің дәнегі осында егіледі. Сол үшін о дүниеде берілген аталмыш нығметтердің әрбірін ендігі әрі уысымызға түспейтін баға жетпес асыл дүниедей көріп, екі дүниеде де мәңгілік бақытқа қол жеткізу жолында тиімді пайдалануымыз керек. Өйткені қиямет күні пенденің қандай да бір уәж айтатын құқығы болмайды. Осыған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Алла тағала 60 жас ғұмыр берген пендесінің ешбір сылтауына құлақ аспайды деген. Қолда бар алтынның қадірі жоқ деп атам қазақ бекер айтпаған. Осы жағынан қарағанда адам баласы бейне бір судағы балық іспетті. Судағы балық көзін ашқалы су ішінде жүргендіктен судың қадірін білмесі анық. Ол судың қадірін балықшының қармағына немесе торына түскенде, яки қатты толқынмен жағалауға шығып қалғанда ғана біледі. Міне сол сияқты біз де жарық дүниеге келіп ес білгелі қисапсыз нығметтерді көріп келеміз. Өкініштісі, қандай да бір жақсылықтың қадірін одан айырылып қалғанда ғана түсініп жатамыз. Оның өзін лайықты түрде түйсінсек бір сәрі, кейде Алла тағала бізге қайсы бір жақсылықтың қадірін түсіндіру үшін оны бізден уақытша алып қойып, кейін қайтадан қайтарып береді. Сонда біз әлгі нығметтің қадір қасиетін түсінгенде боламыз да, уысымызға қайта түскен соң пенделік пен бәрін ұмытып баяғы әдетімізге басамыз. Дегенмен пенде екенбіз деп парықсыздыққа жол бермеуміз керек. Өйткені парықсыздық мұсылманға жат қылық. Ендеше үмбеті дегенде ет жүрегі езілген ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бізге айтқан осынау өсиетіне құлақ асып, қартаймай тұрып, жастығымыздың аяқ астынан ауырып сырқап берекеміз қашпай тұрып, есен саулығымыздың тақыр кедей болмай тұрып, қолымыздағы азды көпті дүниенің қауырт шаруаның астында қалмай тұрып, бос уақыттың, сондай-ақ бәрінен де қорқыныштысы ажал келіп жан алқымнан алмай тұрып, әрбір сәтті қайталанбас өміріміздің қадір қасиетін біліп, парқына жете білсек, өмірімізді мәнді өткізер еді. Достар, осымен хадис және хадиске түсіндірме өз соңына жетті. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Уақыттың қадірі, уақытты тиімді өткізу туралы пікірлеріңізді комментарийге жазып кетсеңіздер және достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.